сындатып, тәлім тәрбие беру, жақсы қасиеттерді бойына тартып, адамгершілік рухта бағыт-бағдар беруде ұстаздың еңбегі зор. Айту күні қазақстандық патриотизмнің, достық пен бірлігіміздің, мәдени сан алуандылығымыздың жарқын күні. Бұл күн мейірімділіктің, бүкіл қазақстандықтардың бір-біріне деген достығы мен махаббатының мерекесі. Сәулесін таратқанда бақыт бар көрінбейді нәрәк таңда. Сендер сияқты жақсы шәкірттерім көп болсын, ұстаздарымды бағалайтын, сол ұстаздардың ізін жалғастыратын, еліміздің жақсы азамат болып тәрбиелеп келе жатқандарыңызға көп рахмет айтамын. Жүздеріңнен нұр кетпесін, жарқыраған күн кетпесін, әрдайым осындай жақсы шәкірт, жақсы ұстаз болып қала берейін. Рахмет алла. Алғыс анаға, алғыс әкеге, алғыс жас пен кәріге. Алғыс бауырға, алғыс ауылға, алғыс елдің бәріне. Көрінсе тіршілікте күндестерің, жөн болар жылы жұмсақ тілдескенің. Дұшпанды да досыңдай көр, оларсыз биігіңдей білместедің. Жақсы сөз жанымызды байтар тек, жаманның жала жауып айтар кек. Сағаттай сырғып жатқан дүниеде, алғысың алғыс болып қайтады тек. Алғыс анаға, алғыс әкеге, алғыс жас пен кәріге. Алғыс бауырға, алғыс ауылға, алғыс елдің бәріне. Шәкірт үшін барлық қиындыққа төзетін жаны ризаң, жүрек алтын алақан аяулы ұстаздар, сіздерді мерекелермен құттықтаймыз. Біз 8 Б сынып оқушылары барша ұстаздар мен ата-аналарды алғыс айту күнімен шын жүректен құттықтаймыз.